Bismillah, bugungi o'tayotganimiz babu zarf zaman va zarf makan. Kegizda uni al-maf'ul fihi deb ataydi. Zarf zaman huwa ismu zaman al-mansub bi taqdir fi. Zarf zaman deganimiz vaqtga ko'rsatadi. Ol ism vaqtga ko'rsatadigan mansub bi taqdir fi, ya'ni so'zning ichida fi ma'nosi tushuniladi. O'rinlat ichida fi ma'nosi bor degan so'z. Al-yawma bugun, masalan, zahabtu اليوم نمسي صمت اليوم ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بكرة ол таңғы уақытты айтады. Букратан таңғы уақыт, яғни таң басталғаннан кейінгі. Атаматан дегеніміз ол түннің 3/1 бөлігі, соңғы қалған 3/1 бөлігі атама дейді. Абадан, яғни уақыт ешқашан бір шексіз уақыт көрсетеді. Әл-ләйләті түн, сахаран, яғни таңғы намаздың алдындағы уақыт, сабахан таңғы уақыт, әмәдан уақытқа көрсетеді. Ғадуатан таңғы уақыт, фажрдан кейінгі басталатын, ғадан келесі күн, масаан кеш, хинан жалпы уақытқа көрсетеді. Яғни аталған есімдіктер ظرف زمان يعني المفعول فيه منصوب болып иқрапталады. Келесі ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. Келесі сөз ол ظرف المكان. Қағида ол есім мекенге көрсетеді, мансуб фи мағынасы бар. Мұнда да фи мағынасы бар. Олар амама алдында, вараа артында, инда яғни қасында, жанында, хизаа яғни қарамағасы, халфа артында, фауқа үстінде, маа яғни бірге, тилқаа деген қарама қарсы, құддама алдында, тахта астында, изаан яғни алдында тұр деген мағына, самма деген ана жерде, хунака деген мағына білдіреді, алыста ана жерде. Ва хуна деген бұл жерде. Мысалы, әл-мәсҗиду амамал бейти. Әл-мәсҗиду мубтада марфу аламат рафъи ад-дамма ад-ظاهرة على آخره. أمام біздерде ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب ظرف مكان. Дәл солай қалған иғраптар бәрі солай жасалады. Мәбни, содан кейін في محل نصب мансуб болады.